сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздердің назарларыңызға қазіргі қолданыстағы қате жазылып жүрген 10 сөздің дұрыс жазылу нұсқасын ұсынамын. Канал пайдалы десеңіз, подписация етіп, яғни жазылып, өзге көрермендерге немесе таныстарыңызға бөлісуді ұсынамын. Олай болса, қандай сөздер қазіргі таңда қате жазылып жүр екен, бірге тамашалайық және сол сөздердің дұрыс жазылу нұсқасын үйреніп алайық. Ең бірінші әрине қате жазылып жүрген сөз бұл рахмет сөзі. Біздер рахмет деп айтқанмен, рахмет деп қ арқылы жазамыз. Келесі сөз дастархан. Біздер орфоэпиялық норма бойынша дастархан деп айтамыз, ал дұрыс жазылу нұсқасында дастарқан. Келесі сөз немқұрайлы. Көп адамдар немқұрайлы деген сөзді қолданады, алайда тілдік нормаға сай немқұрайды деп жазылуы тиіс. Келесі көкейкесті. Бұл сөздің дұрыс жазылу нұсқасы көкейтесті. Келесі ауыз күйіс деген сөздер қазіргі таңда көп қолданысқа ие. Алайда оның дұрыс жазылу нұсқасы ауыз түйіс. Бір рез ғана пайдаланамын деп көп адамдар қолданады, бірақ оның дұрыс жазылу нұсқасы бір рет. Келесі сөз жоғарғы. Мен жоғарғы оқу орнында оқимын деген тіркесті немесе сөйлемді көп қолданады. Ал дұрыс жазылу нұсқасы жоғары оқу орнында оқимын. Көбісі деп жүктелген сөзді одан сайын, тәуелденген сөзді одан сайын тәуелдеп қолданамыз. Көбісі. Көп адамдар осы сөзді қолданады, бірақ дұрыс нұсқада, дұрыс жазылу нұсқасында көбі. Келесі сөз аспазшы. Дұрыс жазылу нұсқасы аспаз. Ш жұрнағын қолданбаймыз. Онсыз да аспаз екені белгілі. Мекенжай сөзі көп жерлерде қос сөз ретінде жазылып жүр. Ал біз дұрыс жазу үшін мекенжай сөзін біріккен сөз ретінде жазуымыз керек. Пайдалы болды деген сенімдемін. Қатесіз жазайық және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.